Жалпы Назарбаев зияткерлік мектептерінде мына 10 шақты жылдан бері наурыз кездесулері өткізіліп отырады. Бұл оқушылар мен ғалымдардың, ғылыммен, біліммен айналысқысы келетін балалардың кездесетін алаңы. Бұл алаңда балалар пікір таласады, өздерінің жасаған проектілерін көрсетеді. Мына 2 күн бойы жалпы былтыр бұл онлайн форматта өткен, биыл онлайн офлайн форматында өтіп жатыр. Ең бірінші мынау белгілі жасанды интеллектке байланысты, мехатроникаға байланысты ғалымдармен кездесулер онлайн өтті. Австралиядан, Россиядан, Қазақстаннан біздің белгілі ғалымдар оқушылармен кездесіп пікір таластырды. Кеше бүгін практикалық сабақтар барлық Назарбаев зияткерлік мектептерінің базасында өтті. Жалпы биыл осы Түркістан қаласына ғана біз басқа Назарбаев зияткерлік мектептерінен алдыңғы қатарда жүрген, жобалары қызықты, ғылыми жарыстарда жеңіске жеткен балаларды алып келдік. Себебі Түркістан қаласының дағы мектептің ашылғанына бар жоғы 3-4 ай болды. Сондықтан да мына бар дүниені осы жерде оқушыларымызға және Түркістан облысының оқушыларына көрсеткіміз келді. Мынау мехатроника мен жасанды интеллектке байланысты болғандықтан бүгін көріп жатқандарыңыз экопроектілер, одан кейін мынау әлеуметтік жағдайларға байланысты қажет проектілерді көрсетіп отырмыз. Содан кейін мынау мектептегі кейбір құрал жабдықтардың екінші өмірін беріп жатырмыз. Яғни пайдаланып біткеннен кейін оны арғарыта жалғастыруға жасауға болатын беріп жатырмыз. Жалпы мына наурыз кездесулерінің ең негізгі міндеті, мақсаты бұл балалардың әр пән бойынша алған білімін практикада іске асыру.